Ассаламалейкум. Бүгін сіздермен гүл тоқып үйренетін боламыз, е. Ол үшін бізге жіп керек. Менде иранский жіп және крючок. Ал кеттік, бисмилля. Ол үшін бірінші жібімізді домалақ етіп аламыз, кольцо жасап. Осы кольцоның ішіне крючокты кіргіземіз. Және артындағы жібімізді тартып шығарамыз да екі жіпті тартамыз. Сонда бізде осындай петля пайда болады. Енді осыдан 6 петля жасап шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы жасаған петлялардың ең біріншісіне барып, крючокты кіргіземіз де, кольцо жасап аламыз, я. Жіпті іліп шығарамыз. Ол жіптен де шығарамыз бірінші петлядан және кейінгі петлядан да шығарып аламыз. Енді осыдан 3 петля көтереміз, іліп алып, я. 1, 2, 3. Енді осы жерге мына бізде теріп алған 3 петлямыз 1 петляға саналады. Екінші рет тоқимыз, крючокқа жіпті іліп алдық. Осы кольцоға крючокты кіргіземіз, жіпті тартып іліп аламыз. 3 петля болды бізде. Алғашқы екеуінен біреу шығарамыз, кейінгі екеуден біреу шығарамыз. Бізде 2 петлямыз дайын. 2 петлясына кидім. Тағы да жіпті крючокқа іліп аламыз. Жіпті тартып шығарамыз, крючокта 3 петля. Алғашқы екеуінен бір шығарамыз, кейінгі қалған екеуінен тағы бір шығарамыз. 3 петлямыз дайын. Тағы да крючокқа жіпті іліп аламыз. Осы кольцоға кіргіземіз. Іліп алып тартып шығардық. 3 болды. 3-дің алғашқы екеуінен біреу, кейінгі екеуінен біреу шығарамыз. Бізде 4 петля болды. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Кольцоның ішіне крючокты кіргіземіз, жіпті тартып шығарамыз. 3 петля, одан 2 шығарамыз, қалған екеуінен біреу шығарамыз. Бізде 5 петлямыз дайын. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы жерде кольцоға жіпті кіргіземіз де, міне крючокқа жіпті іліп алмаймыз, тек қана кольцоға крючокты кіргізіп, жіпті бәрінен тартып бірақ шығарамыз. Без накидамен бекітсе де болады, бірақ ол кезде жапырақтарымыз анық шықпай қалады, я. Сол үшін сразу бәрінен бекітіп шығарып аламыз. Енді тағы да 3 петля, 1, 2, 3 петля іліп аламыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Кольцоға кіргіземіз, жіпті тартып аламыз. Тағы да бір жерден 5 рет сына кидім тоқимыз, я. Мінекей. 3, 4, мінекей 5. 5 петлясына кидім дайын. Енді осы жерге кольцоға жіпті кіргіземіз, іліп аламыз рабочий жіпті, және барлығынан бірақ шығарып бекітеміз. Тартып тұрамыз, орын кеңейту үшін. Тағы да 3 петля теріп аламыз. 2, 3 петля теріп аламыз. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Кольцоға кіргіземіз, крючокты жіпті тартып шығарамыз. Бізде 3 петля. Алғашқы екеуінен біреу шығарамыз, кейінгі екеуден біреу шығарамыз. 2 болды бізде уже 3 петля теріп алған петлямызбен. 3, 4, 5. Міне 3 жапырағымызды дайын. Бәрінен бірақ шығарып бекітеміз. Енді 1, 2, 3 петля теріп аламыз да, мынау
Біз алғашқы 5 рет тоқыған неміз бар ғой, петлямыз, алғашқы жапырағымыз. Мына біздің теріп алған 3 петлямыз. Екінші өзіміз снакидім тоқыдық. Үшінші тұрған осы петляның артына барамыз да артындағы петлядан міне крючокты кіргіземіз. Және осының бәрінен жіпті тартып бірақ шығарамыз. Міне. Сонда біздің бірінші жапырағымыздың үстінен бірақ ортасынан жаңағы арка жасау керекпіз біз. Екінші қатар жапырақтарды тоқуымыз үшін. Енді осы жерден 6 петля іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына екінші жапырақтағы міне 1, 2, 3 петляның артындағы петлясына кіргіземін крючокты. Және барлығынан жіпті бірақ іліп аламын. Мінекей. Енді тағы да 6 петля іліп аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді тоже үшінші жапырақтың үшінші ортадағы, бізде 5 ғой, соның артындағы кез келген бір петляға іліп аламын да жіпті 2 петлядан барлығынан бірақ тартып шығарам. Тағы да 6 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сізде ұзын болып кетіп жатса 5 петля терсеңіз де болады. Және міне ең бірінші петлямыздың біз уже үшіншісінен теріп алдық қой. Сол жердегі бірінші петляның бір жақ шетіне бекітеміз. Міне бәрінен бірақ шығарып алдық. Енді осы каждый аркаға міне жапырақшаларымыздың астында мінекей 3 арка пайда болды бізде. Артынан қарағанда, осы аркаларға біз 11 петля снакидін тоқып шығамыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші петлямыз. Жіпті крючокқа іліп аламыз. 1. Мына уже бізде екінші петля. Тартып отырамыз артқа қарай. Қазір өйткені бізде 11 петля сыймай қалуы мүмкін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей. Жапырағымыз дайын екінші қатардағы. Енді осыны осы жерде бекітілген петляның арасына бекітеміз міне. Барлығынан жіпті бірақ тартып бірақ шығарам. Сонда жапырақтарымыз анық көрінеді. 3 петля теріп алам. 3 крючокқа ілемін жіпті. Келесі аркамызға 11 петля тоқитын боламыз. Бізде 2 уже міне. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Мінекей 11-ін тоқып алдық. Енді осы жерде алдыңғы рядта бекіткен петлямыздың ортасына кіргізіп, барлық петлядан жіпті бірақ шығарып аламыз. Тағы да 3 петля тереміз. 2, 3. Жыртықты іліп аламыз. Соңғы аркаға 11 петля тоқып шығамыз. Біреу бізде уже дайын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне осы алғашқы петлямызға бекітеміз. Енді жібімізді кесіп алып тастаймыз. Міне осындай гүліміз дайын. Баршаңызға сәттілік.